Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге сәбидің ұйқысы жайлы ақпарат бермекшімін. Сәби мен ересек адамның ұйқысы екеуі екі бөлек. Аналар көбіне шағымданады, балам аз ұйықтайды, немесе көп ұйықтайды, ұйықтайтын кезде мазасыз болып кетеді, немесе балам 15 минут ұйықтайды, одан кейін оянып кетеді деген сияқты шағымдар болады. Ол үшін біз бала ұйқысының физиологиясын білуіміз қажет. Ересек адамдарда терең ұйқы және де жылдам ұйқы деп екіге бөлінетін болса, бұларда да екіге бөлінеді, бірақ сергек ұйқы және тыныш ұйқы болады. Сергек ұйқы фазасында мида ақпараттар сүзгіден өткізіліп, ми тынығады, шаршау жойылып, сана ойдамайды. Бала өскен сайын сергек ұйқы аз болады. Екінші тыныш ұйқы. Тыныш ұйқы 3 фазадан тұрады. Ұйқыға ену, бетке ұйқы және терең ұйқы. Терең ұйқы кезде бала қатты ұйықтайды, ересектерге қарағанда. Осы кезде энергия қалпына келеді және ағза тынығады. Жалпы сәбилердің ұйқысы ересек адамдардың ұйқысына тек 4-5 айында ғана ұқсайды. Өйткені 4-5 айына дейін балада мелатонин гормоны бөлінбейді. Сондықтан да бала күндіз-түні ұйықтай береді 4-5 айға дейін, және де балалар түнде оянып алып сергек болып жүруі мүмкін, яғни бұл ағзадағы мелатонин гормонының синтезделмеуіне байланысты. Сәбиде бірінші ұйқыға ену фазасы болады, бетке ұйқы болады, сосын терең ұйқы, сергек ұйқы болады. Осы әр фазалардың ұзақтығы 20 минут пен 40 минуттың аралығын құрайды. Осы кезде бала бір фазадан екінші фазаға өткен кезде бала оянады. Міне сондықтан да сіздер көп шағымданасыздар, балам 15 минут, балам 20 минут қана ұйықтады деп. Осы моментте бірінші фазадан екінші фазаға өтетін кезде сіз қай уақытта оянатынын білесіз қой, 20-25 минут. Сол уақытта барып баланы емізіп жіберіп, немесе емізікті беріп, немесе құйрығынан жайлап қағып жіберсеңіз, бала екінші фазаға жеңіл өтетін болады және бала оянбайтын болады. Осыны жасап көрсеңіз болады. Және сол арқылы баланың ұйқысын ұзарта аламыз. Мынаны еске сақтауыңыз қажет. Бала оянды, сосын балада сергектік уақыты болады. Ол баланың жасына байланысты. Сосын шаршау белгілерін байқауыңыз керек, яғни ұйқы келу белгілері. Сосын ұйқыға деген ритуал және баланы ұйықтату қажет. Егер осы кезеңмен жүретін болсаңыз, онда сіздің балаңызда режим пайда болады. Баланың жасына сай сергектік уақыты әртүрлі болады, және ұйықтау уақыты әртүрлі болады. Балада сапалы ұйқы болу үшін режим болу керек, өйткені бала уақытылы тұрады, уақытылы ұйықтайды. Режимге үйренген бала ағзасы белгілі бір ритммен дамитында болады. Ол үшін жаңағы баланың жасына сай ұйықтайтын уақытын, сергектік уақытын білуіміз қажет. Оны мына кестеде көрсетіп кеттім. Мысалы, 1 айлық балалардың ұйқыдан тұрғаннан кейін сергектік уақыты 50-60 минут, яғни 50-60 минут бойы ояу жүріп, қайтадан ұйықтап қалады. Солай күндізгі ұйқылар саны 4-6 рет, және күндізгі ұйқылардың жалпы уақыты 7-8 сағатты құрайды. Ал түнгі ұйқылар 8-9 сағатты, ал бір күндік жалпы ұйқы саны 15-18 сағатты құрайды. Міне осындай баланың жасына сай ұйықтау уақыты, сергектік уақыты әртүрлі болып табылады. Бала ұйқысына оянғаннан кейін сергектік уақыты болады. Ол екіге бөлінеді: активті сергектік уақыты, пассивті. Активті сергектік уақыты кезде бала ұйқысынан оянған сәттен басталады. Бұл кезде баланы ойнату керек, тамақ ішу керек, және шомылдыру керек, және активті қозғалыстар болу керек балада бұл жерде. Екінші пассивті. Бұл бала ұйқыға кетерден 20-30 минут бұрын жасалынады. Бұл ұйқыға дайындау уақыты. Бұл кезде массаж жасауға болады, және баланы тыныштықта отырып ойнатуға болады. Яғни пазл құрастыруға болады, сурет салуға болады, кітап оқуға болады. Яғни бұл жерде баланың миын қоздыратын нәрсе болмау қажет. Және осы кезде жарықты сөндіруге болады, теледидарды, телефонды өшіріп ұйқыға дайындауға болады. Осы пассивті сергектік уақытының соңғы жағында балада ұйқы келу белгілерінен шаршау белгілерін байқай бастаймыз. Шаршау белгілерін байқадыңыз ба, баланы бірден ұйықтататын бөлмеге апарғаныңыз абзал. Егер бұл моментті жіберіп алатын болсаңыз, мелатонин гормонының бөлінуі тоқтап, кортизол, яғни стресс гормоны бөліне бастайды. Бұл кезде қан айналым күшейіп, бойға күш бітіп, жылдамдық күшейеді. Бала қарсыласып, ұйықтамай, жылап, истерика шығаруы мүмкін. Баланың ұйқысы келгендігін білдіретін белгілер: есінеу, бетін уқалайды, құлағын ұстайды, түрі мен көзқарасы өзгереді, бір нүктеге бала қадалып қарап отырады, қолға көтеруін сұрайды, қимыл қозғалысы азаяды. Және баланы
қатты шаршатуға болмайды. Бұл кезде оның жүйке жүйесі қозып, баланы ұйқысы қажып, ұйықтату қиын болып кетеді. Сондықтан пассивті сергектік кезінде баланың шаршау белгілерін байқап, тез арада ұйқыға жатқызғаныңыз абзал. Осыдан кейін ұйқы алдында ритуалдар орындалады. Яғни бұл ритуал дегеніміз балаға күнделікті ұйықтар алдында жасалатын, күнделікті қайталанатын нақты іс-әрекеттер. Ритуалдың негізгі мақсаты балаға ұйықтайтын уақыт келді дегенді білдіру, түсіндіру. Ритуал бөлмені қараңғылаудан тұрады, жарықты өшіруден тұрады, ұйықтайтын киімдерін кигізуден тұрады. Және сәбилерге, кішкентай 1-2 айлық сәбилерге белый шум қосуға болады. Яғни жаймен өлең айтуға болады, бесік жыры сияқты. Ал үлкен балаларға жақсы көретін ойыншығын алып жату деген сияқты ритуалдар бар. Ритуалды күнделікті қайталау қажетсіз. Еске салатын нәрсе, суға түсу ритуалға жатпайды. Ол ұйқыны керісінше ашып жіберуі мүмкін. Сонымен қатар баланың түнде шыбырлап, дауыс шығаруы, қозғалуы, түнгі ұйқы бұзылды деген сөз емес. Ол күндізгі физикалық белсенділіктің төмендігі. Түнгі ояну ол баланың серігуге, ойнауға, бөлмеден шығуға деген құлшынысын білдіреді. Сондықтан да балада күндізгі уақытта физикалық белсенділік болу қажет. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.